40-50 жас аралығындағы әйел адамдардың өзі осы ходулидің 1 метрліктерін киіп алып, потолокта лифкас жағып, гипсокартон монтаж жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл мен қолымда тұрған ходулидің өлшемі 47 сантиметрден 80 сантиметрге дейін. Жаңа аттың айылын тартқан сияқты. Атқа мініп жүрген ауылдың жігіттері осы жақсы білетін болу керек. Мынау өкшесіндегі темірі 3 өлшемге өзгертуге болады. Қолымызда анау электриктерге арналған площадкаларды атып көрейік. Қазір осы сызықтың бойымен енді жердегі затты алуға бола ма болмай ма көрейік. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Менің есімім Ерназар. Бүгін мен сіздерге құрылыс жұмыстарына арналған строительный ходули деп аталатын инструментті таныстыратын боламын. Бұл инструмент негізінен қол жетпейтін биік жерлерге қолдануға арналған. Ар бері жаңағы козелді көтеріп, энергияңызды, уақытыңызды құртпас үшін осындай өте жақсы инструмент ойлап табылған. Бұның шыққанына шамамен 15-20 жылдың көлемі болса да, елімізде әлі кең тарала қойған жоқ. Оның себептері бұл туралы ақпараттың аздығында деп ойлаймын. Көп адамдар осыны киіп жүруге жүрексінеді. Ал шетелде видеолардан байқап отырсаңыздар, 40-50 жас аралығындағы әйел адамдардың өзі осы ходулидің 1 метрліктерін киіп алып, потолокта лифкас жағып, гипсокартон монтаж жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оның қасында біздің 20 мен 30 жас аралығындағы тепсе темір үзетін жігіттердің бұның киюге жүрексінетіні бір жағынан ұят жағдай. Егер сіздің бойыңыз қысқа болса, еш уайымдамаңыз. Сізге осындай инструменттер біздің Oxyprop компаниясында әртүрлі өлшемдермен сатылады. Қазір білесіздер, ой жарыстыратын емес, бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заман. Ең басты басыңыз істесе болғаны, мүмкіншіліктер көп. Әңгімені көп созбай, осы ходули туралы ақпаратты бастап кетсем. Бұл мен қолымда тұрған ходулидің өлшемі 47 сантиметрден 80 сантиметрге дейін аралықта көтеріліп түседі. Қазіргі бұл тұрғаны 57 сантиметр екен өлшемі. Осы өлшемде қазір киіп көріп, кию барысында мен сіздерге оның қалай аяққа ыңғайлау туралы, сол туралы айтатын болам. Бұны кию үшін негізі ешқандай адамның қасында көмегі керек емес. Өзіңіз жалғыз кие бересіз. Бір нәрсеге шығудың да қажеті жоқ. Басы қабырғаның бұрышы ыңғайлы. Осы бұрышқа келейін. Негізі ходулиді аяққа киген кезде аяқ киімнің өлшем бірлігіне қарай, аяқтың өлшем бірлігіне қарай, мынау өкшесіндегі темірі 3 өлшемге өзгертуге болады. Бұл да маңызды. Сосын әрбір мынандай тартатын айылдарын міндетті түрде қатайтып тарту керек. Бұл босап кетсе, жүруіңіз қиындай түседі. Әр адамның аяғының түзулігі әртүрлі болғандықтан, мынау теңшеу бұрышын ыңғайлы қылып жасаған. Мына жерін теңшеу керек аяқтың түзулігіне қарай. Егер қисық тұрса, сіз жүруіңіз қиындайды. Жаңа аттың айылын тартқан сияқты. Атқа мініп жүрген ауылдың жігіттері осы жақсы білетін болу керек. Бұны қатты тартсаң аяғың ауырады, бос тартсаң біраз жерің ауыруы мүмкін құлап. Бұның тағы да айта кетерлігі мынау пружинасы тұр ғой. Осы пружина бұның өлшемі ұзарған сайын пружинаны негіз қатайту керек. Бұл пружина босап кетсе, жүруіңіз қиындай береді. Керісінше аласаға қойған кезде пружинаны босатып тастау керек. Мынау балтырын қысып тұратын жеріндегі алюминин, егер сіздің балтырыңыздың көлемі үлкен болса, ашып кеңітсеңіз болады. Балтырыңыз жіңішке болса, алюминді қысып қойсаңыз да болады. Табаны резинка, ол тозған кезде ауыстырып отырасыздар. Киіп болғаннан кейін міндетті түрде аяғыңыздың түзулігін тексеріп алыңыз. Егер аяғыңызды біріктірген кезде түзу тұрса, онда ол сіздің аяғыңызға дұрыс теңшелген деп айтуға болады.
Менікінде сәл ортаға бүгіліп тұр. Сәл шетке шығару керек. Пружинасын сәл қатайту керек. Ал енді осы ходулиді киіп жұмыс істеп көрейік. Бізде қазір 4Т деп аталатын лазеріміз бар. Оның қашықтықтан басқаратын пульті қолында тұр. Бәрі жанып тұр ғой дейме? Лазердің 4 жағында қосып қойдық пультпен алыста тұрбақ. Енді жердегі затты алуға боламы болмай ма көрейік. Болады екен алуға. Мен аламайым. Әулеге ал жер. Мүмкін ұзақ уақыт киіп жүрген адамдар алады шығар енді. Мен жаңадан киіп тұрғаннан кейін аламадым. Біздің қолымызда андай газовый монтажный пистолет. Мен қалтама бір-екі клипс салып алғам, атып көрсеткенге. Площадкаларды. Қолымызда электриктерге арналған площадкаларды атып көрейік. Қазір осы бойымен кабель жүргізу керек деп ойлайық. Площадка дайын. Қамытты ұрып, кабель жүргізе беруге болады. Негізі бұл потолоктың биіктігі 3 метр қойды ма? 3/10 ба? Негізі бұл потолоктың биіктігі 3/10. Оның төбесіне жетуге болады, ұзартсақ әлде. Бірақ мен бұл ходулимен үнемі киіп қолданып көрмегеннен кейін кішкене қорқыныш бар. Қазірше осы өлшеммен көбірек жүріп үйренуім керек. Аз-аздан көтеріп, берсана потолокқа жететін болам. Мынау тұрған лазерді өте ыңғайлы қолдануға. Осы стойка арқылы сіз кез келген биіктікке болтын бұрап, кез келген биіктікке қоя аласыз. Ходули туралы ойымызға келген заттарды айттық деп ойлаймын. Бұл негізі заводтың айтуы бойынша 105 кг көтереді деген. Осы ходулиді алған клиенттеріміз гипсокартон монтаж жұмыстарына, электричествоға, және де натяжной потолокқа қолданып жүр, армстронгқа, подвесной потолокқа, сосын газоблок қалауға да қолданып жүр. Үлкен көлемде газоблоктарды көтеріп, жоғарыда қол жетпейтін жерлерге осы ходули арқылы қалап жүр. Сонымен ходули туралы видеомызды аяқтайын деп жүрміз. Ходули туралы не айтамыз енді? Көп айтатын ештеңе жоқ бұл туралы. Бұны тек алу керек, қолданып, игілігін көру керек. Егер сіздерде әлі де сұрақтар болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Осы инструмент керек-ау деген таныстарыңыз болса, жақындарыңыз болса, осындай пайдалы ақпаратпен бөлісе отырыңыздар. WhatsApp группалар арқылы жекесіне жібересіз. Солай қазақ тілін және қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар. Оксипроп компаниясы сіздермен болған.